үлкен жауапкершілікті талап етеді. Менің болашақта таңдап отырған мамандығым ұстаздық қызмет. Ұстаз жас ұрпақты, жалпы адамды ізгілікке баулып, жақсылыққа жетелейтін мамандық иесі. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп ұлы Абай айтқандай, мұғалім өнегесі мен тәрбиесі оқушының болашақ асығы. Сондықтан да болашақта білікті де білімді өз мамандығымның иесі болу үшін талмай ізденіп, арманымды жүзеге асырамын. Біз Дүйсенбаева Малика және Шайхметова Далиля медицина саласына бет бұрып отырмыз. Әдетте халқымыз дәрігерлерді ақ халатты абзал жандар деп атайды. Өйткені дәрігерлер науқастардың жазылуына бар күшін, бар білімін жұмсап, аянбай еңбек етеді. Дәрігер болу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Математика ғылымдардың ішіндегі ең көнесі және оның іргетасы. Математика мамандықтарының түлектері қолданбалы немесе теориялық математиканы таңдайды. Бірақ бұл үрдістер жиі кездеседі. Сондықтан мен математиканы таңдаймын, өйткені математика көптеген мүмкіндіктер береді. Мен математика пәнінің мұғалімі болғым келеді. Себебі математика пәні басқа пәндерге қарағанда қызығы мен қиыншылығы мол пән. Шығарылуы қиындық туғызатын не болмаса, дәл жауабы шықпайтын есептерді оқушылармен талдап шығару мұғалімді де, оқушыны да шығармашылықпен жұмыс істеуге жетелейді. Мен бағдарламашы мамандығын таңдағым келеді. Бағдарламашы мамандығы математикалық модельдеудің көмегімен компьютерлік бағдарламаларды және алгоритмдерді құрастыратын маман. Инженер маманы ол инженерлік іспен айналысатын, өзінің өнертапқыштығы мен математикалық өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және коммерциялық бағыттағы іспен айналысатын маманды айтамыз. Және де біздің елімізде физика-математика курсын бітіргендердің саны аз. Сондықтан да мен осы мамандықты және осы бағытты таңдағым келеді. Болашақта мен дизайнер болғым келеді. Сол себепті қазірден бастап эскиздар жасап, тігуді үйреніп, тәжірибемді арттырып келемін. Мен болашақта өз отанымның әскери қызметкері болғым келеді. Өйткені ол менің балалық шақтан келе жатқан арманым. Мамандық таңдау тағдырында таңдау десе қателеспейміз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей, өз қабілеті мен бейімділігіне сәйкес таңдау бұл өте жауапкершілігі мол әрі маңызды іс. Және мамандық бұл сіздің ақылмен сүретін өміріңіз. Өзіңіздің қалаған және қызықтырған мамандығыңызды қорғай біліңіз және сонымен бірге өзіңіз де дамыңыз. Сонда ғана биікке жетесіз. Мен өзіме туризм саласы, музыка саласы және журналистика саласы қызықты әрі жақын деп ойлаймын. Мамандық таңдау деген өзің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Қазақ адам екі жағдайда қателеспеу керек. Бірі жар таңдағанда, екіншісі мамандық таңдағанда деп бекер айтпасы керек. Сондықтан да мен өз қабілетіме лайықты мамандықтарды зерттеп жатырмын. Менің болашақ мамандығым шет тілімен байланысты болуы мүмкін. Себебі ағылшын тілі ғылым тілі. Мамандықты қалай таңдауға болады? Бұл адам өміріндегі қиын мәселе. Мамандықты таңдау үшін біріншіден сіз өзіңіздің арманыңыз бен мақсатыңызды нақты білуіңіз керек. Бұл достарыңыз бен ата-ананың мақсаты болмауы тиіс.